Армысыз, қадірлі көрермен, Азия кубогы өте бір шешуші сәттерге келіп жетті. Өкінішке қарай, жартылай финалда Орта Азияның өкілі жоқ. Әрине, Иранды Орта Азияға қосатын болсақ, сол команданың табысында малдануға болатын еді. Бірақ біздің өзіміздің Құдай қосқан төрт көршіміздің ішінен осы кезеңге жеткен, яғни ширек финалға жеткен Тәжікстан да, Өзбекстан да сапарын дәл осы нүктеде аяқтауға тура келді. Ендеше осы туралы өзімізше ой толғап көрейік. Дәстүр бойынша кеттік. Әрине, құрметті көрермен, Өзбекстан мен Қатар афишасы түзілген кезде, жалпы статистикаға қарап отырып, Қатар құрамасының Өзбекстан үшін ыңғайлы құрама болып саналатынына қараған едік. Яғни, бұл командалар 12 кездесу өткізсе, осыған дейін 9-ында Өзбекстан, 3-інде Қатар жеңді делінді. Демек, осы Азия кубогының Қатарда өтіп жатқанына қарамастан, Өзбекстан сол дәстүрді жалғастырма деген мүмкіндік болды, ой болды. Бірақ, өкінішке қарай, жалпы кейде осындай бір нәрселерді сараптаған кезде, мысалы, Тәжікстанның осы кезеңге жетуін бір ертегідегі болады. Ал Өзбекстанның бұл кезеңге жетуін заңдылық ретінде қарастыруға болар еді. Бірақ команданың құрамындағы ойыншылардың көпшілігінің әлдебір себептермен ойынға қатыса алмайтынын ескерсек, бұл Өзбекстан үшін кәдімгі қатал да, былай айтқанда шынайы тіршілік болды деуімізге әбден болады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, осы чемпионаттың қарсаңында Өзбекстан құрамасы тарихындағы бас мерген Элдар Шамурадов жарақат алып қатыса алмайтыны белгілі болды. Міне ертең чемпионат басталады деген кезде орталық қорғаушының бірі Хуснидин Әліқұловтың қатыса алмайтыны белгілі болды. Ал осы чемпионат барысында Шерзат Насруллаев, Хажи Ахбар Алижанов сияқты қос қапталдағы қорғаушылар жарақат алып қалды. Ал Австралиямен ойынның қарсаңында кезінде Қазақстанның Ақтөбе және Тобыл клубтарында ойнаған, қазір Таиландта доп тебетін Игорь Сергеев жарақаттанып қалды. Және Игорь Сергеевтің жарақаты өте ауыр екенінде белгілі болды. Ол кәдімгі тізесіндегі айқыш байланыстырғыштарды үзіп алғаны белгілі болды. Демек, Қатарға қосылуға біраз уақыт қажет болады деген сөз. Ол жығылған үстіне жұдырық деген сияқты. Осы ширек финалдың қарсаңында Әбдіқадыр Хусанов, орталық қорғаушының бірі, екі ескерту алуына байланысты екі ойында осы ойынға қатыса алмайтын белгілі болды. Сонда былай қарасаңыз, негізгі құрамның 4 ойыншысы, жаңағы Хуснидин Әліқұлов пен Элдар Шамурадовты ескермегеннің өзінде негізгі құрамның 4 ойыншысы алаңға шыға алмайтын болды. Мұндай жағдайда бүкіл шолушылар да, жалпы жанкүйерлер де, мамандар да Өзбекстан құрамасы жартылай негізгі құраммен алаңға шығады десіп жатты. Әрине, алаңға шыққан жігіттердің ешқайсысын жазғырмақ емеспіз, өйткені Өзбекстан құрамасы барын салды. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірінші болып алаң иелері есеп ашып кетті. Бұл жердегі әрине Өткір Юсуповтың кезінде біздің Сайрамда туған, қазір Өзбекстан құрамасының негізгі қақпашысы болып есептелетін Өткір Юсуповтың қатесін бетіне басып шыжғырып, тіпті жер тоқпақтап кінәлауға болатын еді. Бірақ бұл жердегі факторларды ескеруіміз керек. Жаңа айтып өткенімізде, біріншіден негізгі жартылай қорғаушы, негізгі қапталдағы қорғаушылар жоқ, сондықтан да олардың орнын толтыруға тура келді. Дәл сол қапталдағы қорғаныстан шабуыл ұйымдастырылды да, Әлхайдос былай айтқанда еркін кеңістікке шығып кетті. Және Әлхайдостың гол соғатын ешқандай ойы болған жоқ бұл жерде. Ол айып алаңына доп көтерді, осы жерде қорғаушының біріне тиіп, доп бағытын өзгертті де, жақын бұрышты жауып тұрған Юсуповтың қолының арасынан өте шықты. Сондықтан да бұл бір кәдімгі фактор деуімізге болады. Бірінен кейін бір түзілген фактор деуімізге болады. Сондықтан бұл жерде Өткір Юсуповты тіпті де кінәлаудың қажеті жоқ. Оның үстіне матчтың одан кейінгі сәттерінде Өткір Юсупов Өзбекстан құрамасын бірнеше рет ашықтан ашық құтқарып қалды. Сондықтан жалпы бұл матчта Өткір Юсуповтың автогол үшін қатты жазғыруға болмайды. Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, осы Азия кубогы автоголдарға өте көп болып тұр. Тіпті Тәжікстан құрамасында Иорданиямен матчтың тағдырын автогол соққанын шешкенін білесіздер. Сондықтан жалпы бұл кәдімгі футболдың амал жоқ ішінде жүретін атрибут ретінде қарастырған дұрыс. Бірақ осы бірінші голға дейін, яғни алаң иелері есеп ашқанға дейін Өзбекстан құрамасының орталық қорғаныс шебінде мәселе бар екенін байқадық. Бірінші осы сол қапталдан сытылып шыққан Акрам Афиф қақпашымен бет-бет шыққан сәтте де қорғаушылардың мүлде әрекетсіз қалғанын айтуымыз керек. Яғни есеп ашатын мүмкіндік сол Афифте өте тамаша болды, бірақ ол пайдалана алмады. Бұл деген былай айтқан кезде сіздің қорғанысыңызда кәдік бар деген мәселені жақсы аңғартып тұрған еді. Бірақ өзбекстандық қорғаушылар жалпы бұдан кейін де жалпы
бой жинап ерекше жинақылықпен өнер көрсетті деуге келмейді. Ең жақсысы бірінші таймда көбірек Қатар құрамасына мүмкіндік бергенмен екінші таймда түгелдей Өзбекстан құрамасы басымдық танытты. Бұл кәдімгі Әзизбек Тұрғынбаев, Хамрабеков, жаңағы Остон Урунов, Машарипов, Файзуллаев сияқты, Отабек Шүкіров сияқты жігіттердің өте бір жақсы жұдырықтай жұмылып әрекет етуінің арқасында болды. Және ең бастысы Қатар құрамасы екінші таймда Өзбекстанның құрамасына Өзбекстанның қақпасына бірде-бір соққы жасай алған жоқ. Бұл былай айтқанда өзбекстандықтар екінші таймға өте қатты белсеніп шыққанын көрсетеді. Сречко Катанец шынында да футболшылардың қажетті нүктесін баса алған сияқты. Хамрабековтың соққан голы өте әдемі болды. Байқасаңыздар, қатарлық қақпашы өз қақпасынан тепкен сәтте тура өзбекстандықтардың алдына салып берді. Әуелеген доп 1-2-3 ойыншының басына тиіп, шабуылдағы Остон Уруновтың аяғына барды. Ал үшінші рет басын допқа тигізген Хамрабеков сол кезде кәдімгідей алға жылжып жіберді, сытылып шығып, сол аяқпен өте әдемі соққы алды. Кәдімгі ақылды, өте бір зиялы гол болды дей аламыз. Кәдімгі әлемдік деңгейдегі жақсы гол болды дей аламыз. Кездейсоқ емес, ең бастысы біздің асынсыз айтқымыз келетіні. Әрине бұдан кейін ойын экстра таймға жалғасты. Экстра таймда Қатар құрамасының маңдайшаға ауырғанын білесіздер. Ол жерде Өткір Юсупов құтқарды. Өзбекстан құрамасында да мүмкіндіктер болмай қалған жоқ. Бірақ негізі мәселені екі командада ойын соңындағы пенальтиден шешетіні былай айтқанда сезіліп тұрды. Енді өздеріңіз білесіздер, енді мынау футболда, әсіресе спортта осындай баламаларды статистика арқылы келтіргенде дұрыс көреміз. Өйткені бір дәстүр кейде жаңарып жатса, бір дәстүр бірін-бірі қайталап жатады. Осы тұрғыдан келген кезде Өзбекстан құрамасы 2019 жылға кебіне түсті деуімізге болады. 2019 жылы 8-ден бірінші финалда Австралиямен тең ойнап тұрып, Өзбекстан құрамасы 2 пенальти соға алмаған еді ойын соңындағы. Ал Австралия бір рет қателескенмен одан кейін пенальтилерінде өте жақсы орындады, сөйтіп Өзбекстанды жолда қалдырған. Міне арада 5 жыл өткеннен кейін Өзбекстан тағы да өкінішке қарай ойын соңындағы пенальтиден жеңіліп отыр. Бұл жолы енді Отабек Шүкіров өте дұрыс бастады. Одан кейін Қатар құрамасы есеп теңестірді. Одан кейін командалар кезек-кезек қателесті. Ордабасыда ойнайтын Шахбоз Омаров пенальтиін дәл соғып Өзбекстанды алға шығарды. Былай айтқан кезде біздің көршілеріміз психологиялық басымдыққа ие болып тұрған еді. Осы жердегі одан кейінгі Өзбекстан құрамасының 2-1 деген ойыншының қақпашыға тиюі, былай айтқанда шынында да ақтай алмайтын нәрсе. Әрине аяғы дірілдеп тұрған шығар. Әрине ойын өте ауыр болған шығар. Әрине физикалық дайындық сәл жетіспеген болар, бірақ Джалалидин Машариповтың соңғы пенальти ішінде де іске кәдімгі күшке де салған жоқ, жүгірген де жоқ, тура ортаға тебе салды. Байқасаңыздар, Қатар құрамасының қақпашысы Баршам тіпті орнынан да қозғалған жоқ. Кәдімгі жаттығуда жүргендей тізесін бүгіп, допты кеудесімен ақырын қаға салды. Бұл әрине Өзбекстан құрамасының капитаны үшін бір үлкен психологиялық соққы болғаны анық. Ал одан кейін өз кезегі келген Педро Мигел, немесе Роро дейтін лақап аты бар қорғаушы мүлтіксіз тепті, сөйтіп Қатар құрамасын келесі кезеңге шығарды. Шынында да бұл пенальти қанша лотерея десек те, шынында да бұл жерде Өзбекстан құрамасы өзін бір жығып бергендей көрініп отыр. Қалай дегенде де ойын соңындағы пенальтиде бұдан гөрі сенімді, бұдан гөрі дәл тебуге болар ма еді деп те ойлаймыз. Сондықтан Өзбекстан құрамасының қанша қиындық көрсе де, қандай қиындықтарға тап болса да, осы кезеңге шығуының өзін ерлік деп біз қабылдағанмен өзбек жанкүйерлері қабылдамайды. Өйткені ойынға дейінгі, ойыннан кейінгі шолуларды қарап отырсақ, олар өз құрамасын таза фаворит ретінде есептейді. Әрине біз әлем чемпионатына шыға алмай жүрген шығармыз, бірақ Азияның деңгейінде біз қашанда алтынға таласуға тиіспіз деген өздеріне өте жоғары талап қойған екен. Сондықтан бұл талапты өте дұрыс түсіндік. Өйткені қазір Өзбекстан футболындағы буын өте талантты, талапты буын. Сондықтан олардың 2011 жылға үздік төрттікке кірген нәтижесі бұл жолда жаңармай қалғаны жанымызға батады. Бірақ Өзбекстан құрамасы өзін жақсы құрама ретінде көрсетті. Және ең бастысы Өзбекстан бірде-бір рет жеңілген жоқ. Топтық турнирде Үндістанды жеңіп, қалған 2 ойынды тең аяқтап, келесі кезеңге шыққанын білесіздер. Одан кейін плей-офф кезеңінің алғашқы кезеңінде де плей-оффтың алғашқы кезеңінде де Таиландты 2-1 есебімен жеңді. Яғни екінші жеңісін тіркеді. Енді міне Қатармен 1-1 есебімен тең ойнап отыр. Сөйтіп 2 жеңіс, 3 тең ойынмен Өзбекстан өкінішке қарай жолын осы тұстан аяқтайды.
әрине бұдан гөрі жоғары нәтижеге шықса, алаң иелерін, яғни турнир қожайындарын жолда қалдырса әлдеқайда жақсы болар ма еді, бірақ әзірше жеткен биік осы болып тұр. Өзінің тарихында Өзбекстан құрамасы 8-ші рет қатысқан екен. Сонда алғашқы 2 турнирде ғана топтық турнирде соңғы орында қалған. Одан кейін не 8-ден бірінші финалда, не ширек финалда сүрініп келе жатыр. Айтып өткенімізде 2011 жылы ғана үздік төртке кірді. Көрдіңіз бе? Жалпы Азия деңгейінде Өзбекстан құрамасы жеңіс дәстүрін жақсы қалыптастыра алды. Бірақ әрине әзірше үздік үштікке немесе финалға шығуға бір жол таппай келе жатыр. Мұның бәрі жалпы алдағы күндердің бір жақсы шаруасы деп есептейміз. Өйткені Өзбекстан құрамасының қазір мүмкіндігі оған жетеді. Жақсы футболшылар шетелде ойнап жүр. Көшбасшыға айналған жағдайлар бар олардың. Сондықтан жаңа буында жаман емес. Сондықтан бәрі де алда жақсы нәтижемен келеді деген ойдамыз. Жалпы алғанда Өзбекстан құрамасы бұл турнирде Тәжікстан екеуі 8-дікке еніп отыр. Сондықтан жалпы бір бармағы ішінде бүгілі қалған құрама болды десек, дәл солай тұрсақ жақсы болатын шығар. Құрметті көрермен, өз сүйікті командаңызға біздің серіктесіміз Париматч компаниясымен бірге жанкүйер болыңыз, ойындарын қараңыз және тамаша эмоция алыңыз. Ал осы эмоция одан да жақсы бола түсу үшін Париматч жаңа қолданушыларға 2 бірдей бонус ұсынып отыр. Алғашқы бонус жаңадан тіркелгеніңіз үшін, алғашқы бәс тіккеніңіз үшін 150 000 теңге бонус береді, және төмендегі сілтеме арқылы өтіп аккаунтыңызды растағаныңыз үшін 2000 фрибет береді. Демек, сілтеме төменде, өтіңіз, тіркеліңіз, ары қарай бәрі де өзіңізге байланысты. Париматч, ойын тізгіні өз қолыңызда. Құрметті көрермен, біз де сізге сенім артамыз. Арнамызға жазылыңыз, тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Демек, бір-бірімізбен байланысымыз қазандай қайнап жатсын, біз сіздерге сенеміз. Өзбекстан құрамасының осы Қатармен ойындағы статистикасына қарап отырып, кішкене ішіміз ашыған жағдайда болды. Өйткені қақпаға соққы бағыттау жөнінен Өзбекстан алаң елінен де жақсы нәтиже көрсетті. Қақпаға қатарлықтар 9 соққы бағыттаса, Өзбекстанда 15, тура соққы 2-де 4, яғни былай айтқанда Өзбекстан құрамасының мүмкіндігі молырақ болды деген сөз. Бірақ осыны пайдалана алмағанды өкінішті. Дегенмен әр нәрсенің қайыры бар. Өзбекстан құрамасы енді 2026 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңін өте жоғары деңгейде өткізеді деп сенеміз. Және Қатардан шыққан футболшылардың барлығы қосылып, бәрі де ретімен болады деп санаймыз. Өйткені Өзбекстан құрамасы қанша рет әлем чемпионатының есігін қағып тұрып қайтқан кезі бар, және соның бәрінің бір қайыры болатын сәтте келді ме деген жанкүйерлік ойымыз бар. Ал Тәжікстан құрамасы өкінішке қарай өзі бастаған ертегіні өзі аяқтады. Бұл кезеңге дейін Тәжікстанның қалай жеткенін айтқан болатынбыз. Тіпті осы 8-ден бірінші финалда Біріккен Араб Әмірліктерінің пенальтиден ұтқан кезде бұл команда жалпы шынында да сенсация жасап, жолдағы Иорданиядан бөгілмей жартылай финалға бірақ барма деген ойымыз бар еді. Өкінішке қарай Иордания осы Біріккен Араб Әмірліктерімен ойында қаһарманы атанған орталық қорғаушы Ханонов бұл жолы өз қақпасына гол соғып алды. Кішкене енді міне диірменнің тасындай шыр айналған дүние дегенді осы тұрғыда қолдануға болатын сияқты. Әрине ол жерде қорғаушы Иордания құрамасының қорғаушысы баспен ұрған сәтте Ханоновтың басына тиіп кеткен өкінішті. Әрине қақпашы ештеңе істей алған жоқ. Ятимов, жалпы Ятимовтың турнирді өте жоғары деңгейде өткізгеннен бәріңіз хабардарсыздар, бірақ дәл осы сәтте қорғай алмады. Бірақ бірден айтайық, мен осы ойынды жүргіздім. Тәжікстан құрамасында бір жүйелі ойын болған жоқ. Команданың қатты шаршағаны білініп тұр. Әрине Біріккен Араб Әмірліктерімен 20 минут бойы ойнау кішкене ауыр әсер еткен болар. Дегенмен команданың резерві қайсы? Келесі бір сәтте, қолы жүрмей жатқан сәтте команда енді не ұсынылады деген сұраққа сол бойы жауап таппадық. Мысалы, Қатар мен Өзбекстан ойнағанда Өзбекстан екінші таймды өте жоғары деңгейде өткізді. Жапония мен Иран ойнаған кезде Иран екінші таймда тіпті Жапонияны былай айтқан кезде азу түсіне салып пұтырлап шайнап жіберді деуімізге болады. Ал Тәжікстан өз қақпасына гол жіберіп алғаннан кейін де, былай айтқанда жанында ұртатын гол жіберіп алғаннан кейін де аса бір қатты шабуылдай алған жоқ. Әрине бұл жерде Камоловтың бір емес 3-4 ойынға
айыпталып кеткенін де айтуға болатын еді, басқа да себептерді айтуға болатын еді. Бірақ Өзбекстанмен салыстырғанда Тәжікстан құрамасында негізгі ойыншылардың бәрі сапта болды. Бірақ сол тырысып ойнады, барын салып ойнады, дегенмен шабуылда ұқсата алған жоқ. Сондықтан жалпы Тәжікстан құрамасының осы кезеңге шығуының өзін шынында да тәжік ертегісі ретінде тұжырсақ болатын сияқты. Команда тұңғыш рет Азия кубогының финалдық кезеңіне қатысып отыр және жай ғана қатысып отырған жоқ, үздік 8-ке кірді. Бұл өте тамаша нәтиже. Әрине, бұдан кейін жаңағы Истиклолда ойнайтын Ятимов қана емес, Панчшанбе, жаңағындай басқа да ойыншыларға қазір аттары есімізге түспей отыр. Мысалы, Ханоновтың өзіне үлкен ұсыныстар түсуі мүмкін. Өйткені олар өздерінің осы бір Азияның футбол базарында жақсы көрсетті дей аламыз. Әрине, бұдан да биікке секіруге болатын еді, бірақ Иордания құрамасының жалпы Тәжікстанмен салыстырғанда мықтылау қарсылас екен және ең бастысы фаворит екенін жұрттың бәрі мойындаған. Оның үстіне ең қызығы 2026 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңінде Тәжікстан осы Иорданиямен бір топта, екеуі алғашқы ойында да өткен жылдың күзінде өткізіп үлгерген, тең ойнаған. Сондықтан екеуінің егесі осы Азия чемпионатынан кейін де жалғаса береді. Ал Иордания құрамасы шынында да өте үлкен жеңіске жетіп отыр. Команданың 2-1 ойыншысы Тәжікстанмен, 2-1 негізгі құрамның ойыншысы Тәжікстанмен ойынға қатыса алмады. Оның орнына Нур Рававдебек шықты. Үндістанда ойнайтын, жарақатын толық айығып үлгермеген ойыншы ойынды жақсы жүргізіп отырды. Бірақ жалпы ойын барысында бір ғана гол емес, мысалы Әл Тамаридің қақпашымен бетпе-бет шығып тұрып соға алмаған сәті болды. Сондықтан Иордания құрамасының аз есеппен болса да, 1-0 есебімен болса да басым түсуі жалпы кездейсоқтық деуге болмайды. Иордания құрамасы енді жартылай финалға шығып отыр. Былай айтқанда өз тарихындағы үлкен жетістікке жетіп отыр. Әрине, Тәжікстан осы тұрғыдан келген кезде ерлік жасады. Команда өзін жақсы ұжым ретінде көрсетті. Бірақ әлі де команданың бір қайнауы ішінде екені байқалып тұр. Команда өзінің шеберлігі жетпеген жерді кәдімгі жігермен алып шығып отырды осыған дейін. Бірақ мұндай сәттіліктің үнемі жолдас бола бермейтінін бізде ескеруге тиіспіз. Ең бастысы Петр Шегард, осы хорватиялық бапкер, Тәжікстанның чемпионатқа қатысқан әрбір ойыншысының мүмкіндігін аша алды. Біз осыған қатты шүкір дейміз. Алдағы уақытта енді Тәжікстан құрамасы Азия деңгейінде аутсайдер саналмайды. Бұдан кейін команда FIFA рейтингінде де тәп-тәуір алға басуға тиіс, бірақ бұл бір сәттік ғана бұлқыныс болып қалмау керек сияқты. Әрине, Болгарияның ЦСКА командасында ойнайтын, басқа да командаларда ойнайтын, көбінесе өзбекстандық командаларда ойнайтын тәп-тәуір легионерлер бар. Осылардың барлығы алдағы уақытта былай айтқанда Тәжікстан құрамасының жаңа тарихын одан ары қалыптастыра беруге тиіс деп есептейміз. Жалпы Тәжікстан туралы айтатынымыз осы. Орта Азиядан шыққан екі команда енді үздік 8-дікте және алдағы уақытта да олар енді 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеуіне өте сәтті қатысуға тиіс. Осы Азия кубогының жартылай финалдық жұптары өте қызық болып түзіліп отыр. Иордания оңтүстік Кореямен 6 ақпан күні Әр-Райян қаласында ойнайды. Енді Кореяның да Австралияның қандай ерлікпен жолда қалдырғанын өздеріңіз білесіздер. Сондықтан мен команданың көшбасшысы екенін тағы бір дәлелдеді. Оның қосымша уақытта, қосымша таймда соққан айыпдауы шынында да былай айтқанда футбол әліппесіне кіргізетін тамаша соққы болды дей аламыз. Австралия осы жерден іркіліп отыр. Ал екінші жұп әрине Иранмен қатар. Иран мен Жапонияның ойынын өз басым жүргіздім. Иран былай айтқанда жоқ нәрседен бар жасады. Мехди Тареми сияқты мықты ойыншысы айыпталуына қарамастан команда екінші таймда өте жақсы ойнады. Әсіресе Әли Реза Жаханбахш, Годдос сияқты ойыншылар өте жақсы ойнады. Сардар Азманның неше мүмкіндігі болды, соққан голды саналмады, бірақ тамаша алып шықты. Сондықтан Иран Қатармен Дохада өтетін 7 ақпандағы ойында бір керемет нәтиженің алдында тұр деуімізге болады. Өйткені Қатар құрамасы керісінше ойын сайын кішкене ептеп басылып келе жатқан құрама ретінде көрініп отыр. Өзбекстанмен ойында өздеріңіз де көрдіңіздер. Ал Иран керісінше ойын сайын көтеріліп бабына еніп келе жатқан команда. Оның үстіне Тареми де қосылады. Ал финал 10 ақпан күні даңқты Лусаил стадионында, әлем чемпионатының финалы өткен стадионда өтеді. Ендеше Азия чемпионатын бірге тамашалап, бірге қорытындылайық.
Осы сөзіміздің соңында, құрметті көрермен, Қазақстан ұлттық құрамасының шабуылшысы Абат Айымбетовтің Түркияға жол тартқанын айтып өтуіміз керек. Әрине, Адана Демирспор деген тамаша командаға ауысты. Адана 2021 жылдан бері қарай Түркия футболында мынау Бешикташ, Трабзонспор, сондай-ақ Галатасарай, Фенербахче сияқты үздіктерге жақсы қарсылас болып келеді. Арасында Истанбул Башакшехир командасында кіріп кететін білеміз. Міне осы бестікке, осы алтылыққа қазір Адана Демирспор өте жақсы қарсылас болып келе жатыр. Міне осы командаға баруының өзі қатты бізді таңдандырып тастады. Демек, Абаттың тәуекелі бір басына жетеді деген сөз. Мен бұл командаға барсам, Марио Балотеллидің болмаса жаңағы осы командадан жақында кеткен Мбая Ньянгтың тасасында қалып қоям деген емес, кәдімгі үлкен тәуекелге барып отыр. Әрине, қазір бірден Инстаграмдағы АДС клубы деп аталатын Адана Демирспордың парақшасына бәріміз жазылып алдық. Ол жерде кіммен бірге, Абатпен бірге тағы 2 жаңа ойыншы келген екен. Адана Демирспор жақсы таныстырды, және ең бастысы Абат алғашқы жаттығуына да қатысып үлгерді. Бүгін кешке Адана Демирспор Пендикспормен ойнайды. Ол жерде енді Абат бірден негізгі құрамда шығады деуге келмес, және кішкене алаңымызда бар. Өйткені Астана командасы конференция лигасындағы ойындарын 14 желтоқсанда аяқтады. Одан кейін ойыншылар бір айдай демалды. Ал осы аралықта Абат өзін дайындап үлгерді ме демалыстан кейін? Өзіне физикалық тұрғыда қиын болмай ма дегенде алаңымыз бар. Ең бастысы ол Бесикташта ойнайтын өзіміздің Қазақстан ұлттық құрамасының көшбасшысы Бахтияр Зайнутдиновтан жақсы кеңес алып та үлгерген шығар. Ендеше біз енді Түркия чемпионаты, Түркия суперлигасы дегенде осы екі ойыншымызға ерекше назар аударып отырамыз. Бесикташ қазір 4-тікте келе жатқанмен де жағдай аса жақсы болмай тұр. Жаңа біз айтып өткен Пендикспордан өз алаңында 0-4 есебімен жеңіліп қалғаны бар. Соңғы турда Сивасспордан 0-1 есебімен жеңіліп қалды. Және сол ойында ескерту алғанына қарамастан Бахтияр Зайнутдинов матчтың Бешикташ сапындағы ең үздік ойыншысы болып танылды. Бірақ өкінішке қарай сол қапталдағы қорғаныста бастап, қайтадан орталық қорғаушы позициясына ауысуға тура келді. Шынында да жаңа бапкер келгеннің өзінде Фернандо Сантуш біздің ойыншыны сол кішкене өз мүмкіндігінен төмен өнер көрсететін позицияда ұстап жүрме деген алаңымыз бар. Әрине, Абат Айымбетов қазір бірден негізгі шабуылшыға мынау Адана Демирспор сапында ойысып кетеді деген ойдан аулақпыз әрине. Бірақ Марио Балотеллидің жарақаты барын ескерсек, оның бар жоғы 5 ойынға қатысқанын ескерсек, Мбая Ньянгтың Эмполиға кетіп қалғанын ескерсек, жалпы командаға шабуылшы өте қажет екенін байқаймыз. Соңғы 4 ойында бұл команда бар жоғы 2-ақ гол соққан, және соңғы нәтижелерде аса жақсы емес. Сондықтан тіпті осы қахраман есімді осы Адана Демирспордың бапкері Абатты бірден майданға салуы да мүмкін. Сондықтан Абат бұған жан-жақты дайын деп есептейміз. Ең бастысы Абат осы Адана Демирспордың сапында Әзербайжан құрамасының қақпашысы Магомедалиевпен бірге ойнайтын болды. Ұлттар лигасында дәл осы Магомедалиевтің қақпасына Абат бірінен бір әдемі қос гол соққан еді. Енді кәдімгі екі футболшы енді бір командада ойнайды. Өмірдің осындай да бір қалтарыс бұлтарыстары болады. Екеуі қазір бір команданың мүддесімен алға жылжиды деген ойдамыз. Әрине, жаңа Мбая Ньянгты айтып отырмыз, Бенджамин Стамбули деген ойыншы кетіп жатыр. Оның алдында бір 6 ойын өткізіп Ресей құрамасының шабуылшысы Артем Дзюбаның да осы командадан аса бір орын таба алмағанын білеміз. Абат Айымбетов осының бәрін қайталамайды деп ойлаймыз. Абат осы командада өзін жақсы көрсетеді деп сенеміз. Әрине, ең бастысы Абат бұл жерде жаңа Магомедалиев екеуі түркі жұртынан болғаннан кейін, түркі елдерінен болғаннан кейін легионер болып есептелмейді. Демек, оның алаңға шығуы белгілі бір легионердің орнын басу керек деген сияқты талаптарға бағынбағандықтан да оған бір негізгі құрамнан орын табылады деген сенеміз. Ең бастысы Абатқа жақсы сенім керек, өйткені Астанада соңғы 2 маусымында ол негізгі шабуылшылардың тасасында жүрді. Мысалы, Дембо Дарбоның тасасында жүрді. Осы нәрсе жанкүйерлердің көңіліне көп сыймайтын еді. Енді жақсы көрсететін шығар деген ойдамыз. Және Португалияның жұлдызы Нани Абатпен бір командада ойнайды. Нанидің қандай пас шығарып бере алатынын біз білеміз. Екеуі бір-бірімен қанаттаса, жақсы ойнаса, Абат шынында да Түркияда да бір жақсы нәтиже көрсететін шығар деген ойдамыз. Демек, Қазақстан ұлттық құрамасының шабуылшысына ерекше табыс тілейміз. Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, біздің ұлттық құраманың аса жауапты кездесулері осы наурыз айынан басталып кетеді. Біздің әрбір футболшымыздың бабында болғаны керек. Сондықтан
көк ала жейде киген Абат Айымбетов ашық көк түсті форма, яғни ұлттық құраманың формасына ауысатын кезде нағыз бабында болғаны бәрімізге аса қажет. Ендеше осы бір жақсы үмітпен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Абаттың, Бақтиярдың, басқа да легионерлеріміздің әрбір қадамына ерекше көз қадап сіздермен бірге бөлісіп отыратынымызды да естеріңізге сала кетейік. Аман сау болыңыздар.